Bismillahirrahmanirrahim. Ақылға сәуле қонбаса, қайванша жүніп күнелтпек дейтін Абай сөзінде кейінгі ұрпаққа қалдырған өсиеті адам өмірмен тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын дұрыс жолға қою, адам болу, адамша өмір сүру. Жалпы адам баласына адам болудың, адамша өмір сүрудің бірден бір тура жолы осы жоғарыда айтылған қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесіне, оның даму заңдылығына қысқаша талдау жасау, билік иелерінің қоғам алдына қойған мақсатын айқындап, халықтың көзін ашу, оларды ізгілікке бастау қазіргі ақыр заман талабы. Ендеше халыққа түсінікті болу үшін осы екі қоғамның танымы мен тәрбиесіне, оның даму заңдылығына қысқаша талдау жасайық. Карл Маркс өз идеясынан туындаған социалистік қоғамның танымы мен тәрбиесіне Фридрих Энгельстің адамды адам еткен еңбек, байлықтың көзі еңбек деген қағидасын басшылыққа алған. Қоғамның негізгі танымы да, оның даму заңдылығы да осы еңбекпен бағаланады. Сол еңбектің егері еңбекші тап. Қоғам құндылығы еңбекші таптың мүддесін білдіреді. Қоғам мүддесіне қарай дамиды. Сондықтан қоғамның алдына қойған мақсаты еңбекші таптың көзқарасында жүзеге асырылады. Еңбекші таптың қоғам алдына қойған мақсаты әр ұлттың ұлттық мүддесінен тұратын тілін, ділін, әдет, ғұрпын, салт, дәстүрін жер бетінен түбегейлі жою, олардың тәрбиесін, дүние танымын, өмірге деген көзқарасын Карл Маркстың идеясынан туындаған еңбекші таптың көзқарасындағы еңбекке ортақтастыру коммунизмге жету жолы болатын. Халық ұлттан құралады. Ұлтсыз жер бетіндегі билікке әділеттік орнату, жалпы халықтық билікті жүзеге асыру мүмкін емес. Әр ұлттың ұлттық мүддесінен тұратын тілін, ділін, әдет, ғұрпы мен салт дәстүрін қоғам ағымынан түбегейлі жою халыққа жасалған қастандық деп қарау керек. Адамды қарапайым тұрғыдан танып, қоғам ағымындағы халықты қарапайым тұрғыдан тәрбиелеу Карл Маркстың басты қателігі болатын. Адамды рухани тұрғыдан танып, қоғам ағымындағы халықты рухани тұрғыдан тәрбиелеу қажет. Кезінде Фридрих Энгельс, егер Құдай бар болса, біздің қолға алып жатқан қоғамдық жүйеміз де осы салада жұмыс істеп жатқан ғалымдар да дәл сондай көзқарастағы надандықта қалады деген екен. Құдай бар, ислам әлемінде Алланың бірлігіне иман келтіру, яғни шындыққа көз жеткізу, Алланың барлығын дәлелдеу, Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашудан тұрады. Алла тағала о баста жақсылықты жаратып, жалпы адам баласының тағдыры мен тәрбиесін оған ізгі жаратқан. Сондықтан Фридрих Энгельстің адамды адам еткен еңбек, байлықтың көзі еңбек деген қағидасын адамды адам еткен жақсылық, байлықтың көзі жақсылық деп рухани тұрғыдан өзгерсе жетіп жатыр.